Саламатсыздар, сіздермен бірге шеберлік каналы. Осы видеода мотивіңізді тоқуды жалғастырамыз. Өткен видеода осы жерде тоқтаған едік. Мінекей, бізде 4 бұрышы шықты. 1, 2, 3, 4. 2 қатарын тоқыдық. Енді бүгін 3-ші қатар. 3-ші қатарда міне көк түстегі. Осы жерден бастаймыз. Ақшылдау түсін алдым мен. Қоңырау түсті тартып қойайық. Биіктігін бастаймыз. 1, 2, 3. Мына жерде 3-ші қатары 4, бір орамды бағананың 4-еуінің үстіне 2-еу. Мына жерде бізде 6-аудың үстінде 4-еу болу керек. Сонда қазір біз мына жерден 2-еуін тоқимыз. Соңына дейін биіктігімен 2 болып тұр. Енді мына жерде 9 тізбектің үстіне 9-ын тоқу керек болады. 9 тізбек алдым. Жібімізді орайық. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Тағы қайталап кетейін. Төртеудің үстінде 2 болу керек. Неге жақынан. Ал 6-аудың үстінде 4-еу болу керек. 9 тізбекке қайталаймыз. Мына жерде 9-ын аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Қызына артығын қиып тастайын мен. Жібімізді орайық. Жерде 2. Бір орамды бағананың 2-еуін тоқу керек. 9 тізбек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жібімізді орадық. Мына жерде 4-еу болу керек. 1, 2, 3, 4-еу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жібімізді орадық. Мына жерде 4-еу болғандықтан үстіне 2-еу. Осылайша соңына дейін қайталай береміз. 6-ау бар жерде 4-еу болу керек. 4-еу бар жерде 2-еу болу керек. Ал мына жерде 9 тізбектер 3-еу қайталана береді. Соңына жетіп, қазір келесі түсті аламыз. Мына жерде 3 тізбек биіктігін алған едік қой, соңғысына кіргізу керек.
үшіншісіне. Осылайша тартып, мінекей басқа түсті ілмекпен тартып аламыз. Ал мына түсті жер бізге кедергі етпеу үшін тартып қоямыз. Осылай. Тартып сіздерге көрсетейін. Үшінші қатарымыз біткен. Қазір мына түс, бұл соңғысы болады енді. Ол түсіміз әр бір орамды бағананың қатарында екі-екеуден болады. Ал 9 тізбекті сол күйінде қала береді. Екі-екеуден және де 9 тізбек. Мен башағын сіздерге көрсетейін. Кейін соңына дейін өздеріңіз тоқып көресіздер. Тағы тартып қойайын. Жетеу. 1, 2, 3. Ектігі ораймыз. Бұл қатар оңай десе болады. Өйткені және 2 болған екен, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9. Ораймыз. Тағы 9 тізбек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ораймыз. Мына жерде ұяшыққа жақынырақ кіргізуге тырысамыз, өйткені мына жердегі екеу болады сонысымен. Осылайша соңына дейін. Әр жерде екеуден 9 тізбек. Екеу 9 тізбек. Соңына келдім. Кіргізіп. Және де артықтарын енді қиып тастай беруге болады. Бұл соңғы жіпті сәл ұзындау қыламыз. Өйткені қазір бәрін біріктіру үшін керек. Мынаны жақынырақ алып тастауға болады. Және тағы бір тоқып жіберсек. Мына жіптерді тартып, араларына тығып жібереміз. Кейін артығын қиып тастаймыз. Мінекей осылай. Аса көзге түспейді. Артығын тоқылған жіптердің арасына тығып, және де ұштарын қиып тастадым. Енді бұны барлығын біріктіреміз. Оны қалай істейміз? Ілмек бізге көмектеседі. Мына жерден астынан қоңырын шығарайық. Ол қоңырын астынан алып ілмекті кейінгісін аламыз. Одан кейінгісін алып соңғысын шығарамыз. Тағы да жай көрсетейін. Қоңырын шығардық. Қоңырдан ілмекті кіргізіп, ақшылдау түсін. Одан кіргізіп, осылай көрінеді. Тағы көрсетейін.
Содан ілмекті кіргіздік. Ақшылдау түсін. Ақшылдаудан қоңырлау. Тартып қоямыз. Осының барлығын айналдыра істеп шығамыз осылайша. Мінекей мен айналдырып істеп шықтым барлығын. Енді мына жерде, мысалы біздің жібіміз ортасына қалды ғой. Соны алып, мені осының ортасына алып келу керекпін. Мүмкін өздеріңізде қалай бұларды біріктіруді, фантазировать етіп көретін шығарсыздар. Болашақта. Қазір маған осы оңай болып тұр. Істеп. Соңғысын шығардамыз. Алашып кетпесін. Және де жібіміз шығарайық. Енді мына жерден ортасынан шығарайын ашықты. Енді бұл жіпті аламыз да барлығын ортасынан шығарамыз осылай. Біреу, екеу кетті. Үшіншісі. Төрт. Бес. Жай көрсетейін. Ортасынан ілмектен шығарамыз. Жібін сәл қысқалып қойыппын. Енді сол бастапқысына қайта ораламыз. Шығарып, енді тартуға болады. Мына жерде, егер тез қалдырғыларыңыз келсе, осылайша қатты тартпай істеуге болады. Немесе қатты тартыстауға болады. Болашақта мүмкін бір тасты, бисерма, сондай үлкендеуін тігіп қойға да болады. Осындай ашық түсін істеуге болады, немесе осындай. Енді мына жіпті аламыз да мотивіміздің арт жағына шығару керек. Енді тартып, қаттырақ тартсақ та болады. Мәже тоқылған жібіміз арасына бір тоқып жіберем. Сөйтіп түйін болады. Енді кішкене араларына сала жіберейін. Кейін ұшын қиып тастайым. Мінекей. Тағы бір етсе жіберейін. Кейін жібіміз сөгіп кетпеу үшін. Мінекей біздің мотивіміз шықты. Бірақ осымен біткен жоқ. Ендігі қадамымыз мына жерде бұрыштарын айқындала түсу керек. Мына жердегідей. Мына жерде бұрыштарымыз көрініп тұр. Сондықтан мен аламын осындай қоңырлау түсін. Кез келген жерден бастау болады. Мысалы, мына жерде басталған. Тоқымымыз осы жерден ала берем. Кәдімгідей түйін.
шығардым мына жерден. Артығын тоққан кезде арасына қосып жібереміз. Ұстап тұрып, жерде жарты тізбек жасайын. Әр ұяшықта сондай бір-бір тізбек жасап шығамыз. Жіпті де тығуға тырысып жатырмын. Осылайша. Енді бұрышымызға келіп тоқтадық. Бұл жерде біз 5 тізбек жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Әр бұрышқа келген кезде 5 тізбек. Ал жандарына әр ұяшыққа бір тізбектен болу керек. Қазір соңғы бұрышын көрсетейін. Кейін соңына дейін өздеріңіз істейсіздер. Кіргіземіз. Жіпті шығарамыз. Тағы ораймыз жібімізді. Тартып аламыз. Кіргіздік. Ұяшыққа жіпті тартып алдық. Орадық. Шығардық. Міне бұрышымызға да жеттік. 1 тізбек. 2. 3. 4. 5. Осылайша соңына дейін істеп көріңіздер. Мінекей бітірдік мотивімізді. Соңына дейін өте әдемі мотив. Мүмкін кейбіреулерде осы ілмекпен енді тоқып үйреніп жүргендерде сұрақ туындауы мүмкін, бұны қай жерде қолдануға болады деп. Мысалға, кішкентай бөбектерге жамылғы істеуге болады. Ол үшін алдыңғы видеоларда айтқандай, бірінші тоқылған мотивіміздің көлемін көреміз. Және де қандай көлемде жамылғы жасағыңыз келеді. Мысалы, 1:50, сөйтіп, екеуін көбейтіп, мысалы, мынандайдың мотивтің қаншасын тоқуға болады. Яғни жамылғының ұзындығын енін аласыз, ұзындығын айталық, соған мотивті шыққан көлемін бөлесіз. Сол кезде қанша мотив тоқуға болатынын есептеп шығаруға болады. Немесе кеше сондай интернетті көрдім, юбка істеуге болады. Немесе көйлек үстіңгі жағын тоқып жіберіп, астында осыны мотивтері құрастыруға болады. Әрине оған сондай жіңішке жіп таңдау керек. Мына жібіміз біздің қалың болады. Жамылғыға келу мүмкін. Немесе столдың үстіне төсеніш істеуге болады, осылай қосу арқылы. Өте әдемі болады. Осылайша сыйлық істесеңіздер болады достарыңызға, туысқандарыңызға. Осымен видеомыз бітті. Рахмет сіздерге. Біздің каналымызға жазылыңыздар. Және де өзіңіз бағаларыңызды көрсетсеңіз болады. Және де комментарияда жазсаңыз болады, болашақта қандай тоқуларды көргіңіз келеді. Және де осы видеоны таныстарыңызбен бөліссеңіздер болады. Сау болыңыздар.